Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Бүгінгі таңдағы поп музыканың бір саласы рок музыка, ал алтын ғасырдың жастары рок музыкаға теңселіп билеп дем алады. Яғни бүгінде рок музыкаға деген сұраныс артқан. Оған дәлел осы жанрда ән салатындардың қатарының көбеюі. Осы жерде рок сүйер қауым үшін сүйінші жаңалық болды. Осы жанрда көпшіліктің көңілінен шығып жүрген Molto Loud тобы алғашқы альбомдарының тұсауын кесті. Сонымен альбом туралы жігіттердің өздері былай дейді. В альбоме у нас будет 13 песен. Біздің алғашқы альбомымызда барлығы 13 ән бар, барлығы рок жанрында. Біз альтернативті рокта, фанк-рок және аздаған мелодиялық рокта айтамыз. Рок музыканың негізгі белгілері блюздік композициялық құрылымдар, дыбысты электрлік және электрондық аспаптармен күшейту арқылы әсерлігін арттыру. Яғни Molto Loud тобы да аспаптармен ойнап әндерін әрлегенді құп көреді. Мы все вместе пишем песни. Альбомдағы әндерімізді бәріміз бірге жаздық. Өзіміз жазып, өзіміз орындаймыз. Әрқайсымыз өзіміз ойнайтын ырғаққа өзімізге сай жазамыз. Гитарада ойнаймыз. Сөздерінде, әндерінде өзіміз жазып әрлейміз. Рок сонысымен ерекше. Molto Loud тобының қуанышына ортақтасып келген жастардың қарасы көп. Әрқайсысы жігіттерді альбомдарымен құттықтап, ақ тілегін арнап жатты. Molto Loud мен құттықтаймын сендерді. Сендер молодцы, зор денсаулық, ашық аспан, анау-мынау, тағы не дейін. Бәрі жақсы болсын сендерде. Первый раз пришел на презентацию альбома. Molto Loud'тың алғашқы альбомының тұсаукесеріне келдік. Бұл топты бір жылдан бері тыңдаймын. Өте керемет топ, маған қатты ұнайды. Мұндай топты Алматыда алғаш рет мықты көтерілді деп ойлаймын. Оларға сәттілік тілеймін. Осылайша Алматы жастары рок кешін көңілді өткізіп, сүйікті топтарына қолдау білдірді. Ең бастысы, әнші мен тыңдарман арасындағы байланыс үзілген жоқ.